Құрметті студенттер, бүгінгі лекциямыздың тақырыбы көшбасшылық қабілетті дамыту. Жоспар бойынша қарастыратын мәселелер: көшбасшы термині, көшбасшылық теориясы, оқушы бойындағы көшбасшылықты жандандыратын қажетті функциялар және көшбасшы педагог. Осы тақырып аясында ең алдымен көшбасшы терминіне үңілейік. Көшбасшы бұл ең алдымен ағылшынша сөзден шыққан. Бұл сөздің мағынасы нақты формальды және формальды емес ұйымдағы бір адамның басқа адамдарға немесе топқа әсер ету арқылы басқарудың көрінісі. Сонымен қатар іс-әрекеттің жемісті болуына әсер ететін пайдалы, айқын көрінетін қасиеттері бар индивид немесе топішілік қызығушылыққа ие адам. Мұндай көшбасшы еліктеуге болатындай үлгі, субъектіге психологиялық әсер береді. Өз тобының қызығушылықтарын біледі және олар үшін шешім қабылдай алады. Бәрін ұйымдастыруға рұқсат, ортақ мақсат үшін топты біріктіруге шебер адам. Бұл көшбасшылар тобының құндылықтарын қорғай алады. Сонымен қатар, оқушыны көшбасшылыққа жетелейтін қасиеттерді ажыратамыз. Олар қарым-қатынас орната білу, топты қалыптастыра біріктіре білу, мақсатын анықтау, қажет тапсырмаларды беру және оны орындату, адамдардың қажеттіліктерін, қызығушылықтарын біліп, оны қорғай алу, аз уақытта көп ақпаратқа игере беру, белгілі бір жағдайда шешім қабылдай алу, үлкен шығармашылық қасиеттер болу керек. Көшбасшы ең алдымен топ мүшелерінің мінез-құлқына, доминанттылық және бағындыруға қатысты негізінде әсер ету процесі. Оқушылардың бойындағы осы қасиеттерді қалыптастыру үшін мұғалімнің атқарар рөлі өте зор болып табылады. Ол үшін әрбір оқушының ішкі түйсігінде алға ұмтылу, даму, жан-жақтағы ортаны ерекше сезіну, алға қойған мақсаттарды жетудің жолдарын қарастыру, өз ортасында беделге ие болу, сауаттылықты орнату, іздену, мәдениетті сөйлеу, кез келген жағдайда өзін көрсете білуіне, тығырыққа тірелмейтін түрлі жұмыстар атқару және өзін-өзі жеке тұлға ретінде санап, мемлекетке қызмет етуге дайындауды қажеттілігін сезінуі шарт. Осымен орай, оқушы бойындағы көшбасшылықты дамытатын қажетті функцияларды ажыратамыз. Олар конструктивті функция, ұйымдастыру функциясы, координациялық функциясы, интерактивті функциясы. Конструктивті функцияда қоғамдағы барлық адамдардың қызығушылықтарын қанағаттандыруға бағытталады, бірақ басқа қоғамның қызығушылықтарына нұсқан келтірмеуі қажет. Ұйымдастыру функциясына келетін болсақ, өз тобының басқару жұмыс жүйесін қалыптастыру, жұмыстарды біріктіру, қажетті процестер мен әрекеттерді жоспарлау. Мұнда көшбасшы бір жүйені қалыптастырып, міндеттерді бөліп береді, әрі қарай жүру қадағаланады, толығырақ қарым-қатынасты реттейді. Координациялық функцияда топтар арасында әрекеттерді келістіру, бірігіп жұмыс атқаруға белсендіру. Көшбасшы шешім қабылдайды, ортақ шешімге келтіреді және ортақ қоғамдық құндылықты құрушы болып табылады. Интерактивті функцияда көшбасшы айналасына өз ойымен, мақсатымен ортақтас адамдарды біріктіреді. Негізгі теориялардың 3 бағыты бар: харизматиялық теория және көшбасшылық жағдайлар теориясы, көшбасшылық жүйелік теориясы. Осы негізгі 3 теория. Ең алдымен харизматиялық теорияда, кейбірде оны қылықтық теория деп те атайды. Бұл теория көшбасшылардың туа біткен қасиеттеріне назар аударуымен ерекшеленеді. Көшбасшы қажетті нақты, жеке тұлғалық сапалар мен психологиялық мінез-құлықтардың жиынтығына ие болған адам көшбасшы бола алады. Көптеген авторлар көшбасшыға тән қылықтарды не сипаттамаларды көрсетуге тырысады. Бірақ та мұндай қылықтар жиынтығын құрастыру мүмкін еместігін түсінуіміз қажет. Көшбасшылық жағдайлар теориясында негізінен көшбасшылық жағдайлардың жемісі деген сөз.
Топта әртүрлі жағдайлардың шешілу барысында қандай да бір сапасы бойынша ерекшеленетін адам, тұлға пайда болады. Бұл сапалардың сол нақты жағдайда қажеттілігіне байланысты ерекшеленіп ажырап тұрған адамды топ көшбасшысы етіп жасайды. Яғни бұл теорияда көшбасшының сапасы салыстырмалы түрде қарастырылып, ол сол көшбасшының белсенді әсер етуі деген сөздің мағынасын бұзады. Осы проблемалардың шешуді компромистік, яғни келіссөзге бару нұсқасы ретінде келесі теория қалыптасады. Бұл теория көшбасшылық топтағы тұлға аралық қалыптастырудың ұйымдастырылу процесі, ал көшбасшы болса процесті басқару субъектісі. Бұнда көшбасшылық топтың функциясы ретінде қаралса, сонымен қатар көшбасшы тұлғасының құрылымын дараланады. Осылайша көшбасшының 21 міндетті қасиеті атты кітабында Джон Максвелл қасиеттерді ажыратады. Олар ақылды адамдарды естігендердің жартысынан сенеді, ал қырағы адамдар қай жартысына сену керек екендігін біледі деген болатын. Бұл міне қасиеттер нағыз көшбасшылыққа тән қасиет болып табылады. Адамдарға үміт отын сыйлау. Француз генералы Наполеон Бонапарт көшбасшыларды былай сипаттаған: үмітпен жүретіндер деп. Егер сіз қоршағандарды осы нұрмен бөлей алсаңыз, онда адамдарды магнит тәрізді тартасыз. Кез келген шаруаны ойдағыдай асыратын болыңыз. Сізден күтілетін нәрседен көбірек істеңіз, басқалардан жігерлендіріңіз. Мәселені жақсы шешетін көшбасшылардың мына асты сызылып өтілген 5 қасиетке ие болуы керек деп біледі. Проблеманы көре алу, көре білу. Проблемадан құтыла алмайтындығын білетін жақсы көшбасшы оны күтіп және көре біледі. Алдағы жолымен тегіс болуды жеушілер ылғи да сәтсіздікпен қауышып отырады. Шындықты қабылдай алу. Адамдар проблеманы әртүрлі қабылдайды, бірақ одан бас тартады. Біреуі оны қабылдап шешімін іздейді. Толық суретін көре алу. Лидерлер проблеманың толық суретін көре білуі қажет. Эмоция оларды орап састыра алмайды. Олар бәрін ретімен істейді. Ешқашан проблемалардың барлығын бірдей кіріспеу керек. Оларды тізіп, ретімен шешуіміз қажет. Құлау шегінде тұрса да, басты мақсаттан шегінбейді. Лидер, көшбасшы басты шешімді қиын жағдайда емес, шарықтау кезінде қабылдайды. Осы тұста мұғалімнің атқарар рөлі өте зор деп айттық. Сонымен қатар мұғалімнің, педагогтың өзі де көшбасшы болуы қажет. Мұғалімнің кәсіби табыстылығы көбінесе оның өзінің және оқушылардың шеберліктері мен қажеттіліктерінің деңгейіне, ойлау тәсілі мен көшбасшыларының дамуына байланысты. Сыныптағы мұғалім бұл формальды емес басшы. Оны оқушылар көшбасшы деп мойындауы мен мойындамауына оның кәсіби табыстылығы ғана емес, сонымен бірге оқушылардың сенімінің деңгейіне, басқаларға ықпал ету мүмкіндігіне, оның репутациясына және іскерлік имиджіне байланысты болып келеді. Осыған орай бірнеше педагогикалық шеберлік оқулықтарының ішінде негізгі көшбасшылық, мұғалімнің көшбасшылық теориясына осы теориялар негіз болады. Көшбасшылықтың ең танымал теорияларының бірі Левиннің теориясы. Эмоциялық зият негізінде көшбасшылық теориясы. Перси мен Бланшардың өмірлік циклдың жағдаяттар теориясы. Көптеген мұғалімдердің шеберлігін дамытуға арналған курстарда түрлі жаттығулар орындалады. Осылардың бірі харизмалы тұлға. Аталған тақырыптар бойынша мақсаты қарым-қатынастың белсенді стилін меңгеру және топта серіктестікті қатынасты дамыту, харизмалы мінездің анық және айқын белгілеріне жаттығу, көшбасшылық қасиеттерді сезіну. Сұрақтар негізінде тұлға деген кім, оның харизмасы немен байқалады, және де харизмалы тұлғадан кейін нені үйренгіңіз келеді және нені үйрене алар едіңіз талқылаған сұрақтар бойынша қорытынды жасалынады.
Талқылау барысында көрсетілген 4 сұрақтың негізгі жауаптарын табуға тырысасыздар. Тақырыпты тұжырымдай келе, оқушыларды көшбасшылықтың қабілетін тұлғаны дамыту процесі нәтижесінде өзін-өзі жетілдіруге, өзін-өзі және іс-әрекетінің субъектісі ретінде өзін-өзі қалыптастыруда туындап отыратын мәселелер бойынша дербес шешімдерді қабылдай алуы қажет. Еліміздің әлеуметтік-экономикалық қоғамдық саяси дамуына дербес белсенді қатысуда басқару тәжірибесін табысты және тиімді жүргізе асыруға мүмкіншілігін сипаттайды. Оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыруда өзін-өзі басқаруның маңыздылығы өте жоғары. Осыларды ал студенттердің шығармашылық және өнімді іс-әрекеті дербес шынайы өзіндік бастамалары негізінде басқару іс-әрекетін жүзеге асыруы студенттің көшбасшылық қабілеттілік қалыптастыруының маңызды және тиімді шарты болып табылады. Осында айта кететін жайт, басты міндет оқушылардың белсенділігін арттыру, оларды белсенді көшбасшы тұлғаны қалыптастырудың психолог-педагог механизмдерін анықтау. Оқушылардың бойында көшбасшылықты қалыптастыру тек қана шаралармен ғана шектеліп қоймайды, үйірме клуб жұмыстарымен шектеліп қалмауы тиіс. Осы лекция соңында сіздерге берілетін тапсырма. Аталған осы лекцияның барысында 10-шы слайдта бірнеше теориялар көрсетілген. Соларменен толығырақ танысып, оларды әдебиеттер тізімінде көрсетілген ресурстарменен қарастырып, толық баяндама әзірлеулеріңіз қажет. Сонымен қатар, ресурстар тізіміндегі ең бірінші тұрған әдебиетті пайдалана отыра, көшбасшылықты дамыту жаттығуларын орындап, ішінен таңдап, нәтижесін сипаттап бересіз.